Сабағымыздың тақырыбы реактивті қозғалыс. Оқу мақсаттары табиғатта және техникада реактивті қозғалыстарға мысал келтіру, Байқоңыр ғарыш айлағының аймақтық және халықаралық маңыздылығына баға беру. Адамдар ерте заманда аспанға, ғарышқа ұшуды армандаған. Яғни қазіргі уақытта осы аса кемеңгерлік, аса ыждахатты еңбектің арқасында адамдар ғарышқа аяқ басты. Осы ғарышқа аяқ басуға көмек тигізген белгілі ғалым Константин Эдуардович Циолковский болған. Осы ғалым бастап алған, осының арқасында адамдар ғарышқа аяқ басып, зымырандар, бір ұшақтарды ойлап тапты. Бізде ең алғаш ғарышқа Байқоңырда 1957 жылы санды жер серіктері ұшырылған болатын. Реактивті қозғалысқа мысалға келтіретін болсақ, күнделікті өздерінің ауа шары дейді. Сол шарды үрлеп жібере салсаңдар, реактивті қозғалысқа мысал бола алады екен. Реактивті қозғалысқа тағы да бізге мынандай пробиркаға су құйып, 45 градустай болатындай етіп оны іліп қойып, астына шам жақсақ жаймен, сол кезде пробирканың іші буланып, тығын атылады екен. Яғни қарама-қарсы бағытқа тербеледі, әні көрдіңдер ғой. Реактивті қозғалыс дегеніміз не? Енді бұл жерде реактивті қозғалыс дегеніміз дененің бір бөлігі одан қандай да бір жылдамдықпен бөлініп шығатын қозғалысты реактивті қозғалыс деп атаймыз. Енді осы реактивті қозғалысқа теңізде тіршілік ететін тіршілік иелері жатады. Яғни медуза, қырғаяқ, кальмар, сегіз құрт сияқты осындай теңіздегі тіршілік ететін иелері жатады. Бұлар мысалы қалай жатады дейсіңдер? Бұлар іштеріне суды толтырып алады екен да, суды жібере салғанда импульстың сақталуы бойынша бұлар 60-70 км/сағ жылдамдықпен қозғалады екен. Яғни бұл да реактивті қозғалысқа жатады екен. Осы реактивті қозғалыстың балалар арқасында, білудің арқасында адамдар ғарышқа ұшып қана қоймай, сағатына бірнеше километр жүретін ұшақтарды, жасанды жер серіктерін ойлап тапқан екен балалар. Реактивті қозғалысқа сөздіктерді танысып өтейік ағылшынша. Яғни реактивті қозғалыс, реактивный двигатель, jet propulsion, жасанды серік спутник, сателлит, бөлініп шыққан выброшенный ejected, пайдалы жүктеме, полезная нагрузка, плавлау, зымыран отына, ракетное топливо, пропеллант. Міне осы сөздіктерді жаттап жүреміз. Бізде мынау күнделікті реактивті қозғалысқа жаңа айттық, зымыран жатады деп. Зымыранның жану камерасы және реактивті шүмектен, сапылудан тұратын қарапайым зымыран түрі бұл, сұйық оттегімен араласып камерасында тұтанады екен. Және пайдаланған газдар сапылудан үлкен жылдамдықпен атқылап шығып, реактивті тарту күшін тудырады. Қазіргі кездегі зымырандар 2-3 сатылы зымыраннан тұрады екен. Яғни оның астыңғы бөлігі жанып кетті, ол бөлігі жанып кеткеннен кейін келесі бөлігіне ауысады екен. Зымыранды қозғалтқыштардың қазір біз есептеп шығарып көрсетейік сіздерге. Біз бағана айтқанымыздай, зымыранның отын толығымен жанып кеткен кезде, отынның газдың жылдамдығы төмен қарай түседі. Сол кезде жоғары қарай зымыран қозғалтқышы солай әрекет етеді. Яғни бұл жерде газдың жылдамдығы, зымыранның ұшу жылдамдығы газдың жылдамдығына байланысты, газдың жылдамдығы отынның түріне байланысты болып келеді екен. Осыны біз есептейік. М ал М0 бұл газдың отынсыз массасы екен. Зымыранның жылдамдығы ол тең болады отынның массасы мен В газға. Енді бұл жерде В газдың қатынасын, жылдамдықтың зымыранның қатынасын, газдың қатынасына есептеп тауып көрейік. Газ зымыранның ұшу жылдамдығы екен. Яғни жаңа біз айтқанымыз газ зымыранның жылдамдығы газдың жылдамдығына байланысты, ұшу жылдамдығы. Ал газдың жылдамдығы ол отынның түріне байланысты екен. Отынның түрі оның температурасына тәуелді екен. Бұл біздің зымыранның ұшу жылдамдығы екен. Есте сақтап аламыз. Мен жаңа айтып өткендей, зымыран 3 сатыдан тұрады дедім. Қазіргі зымырандар бірінші, екінші сатысы және үшінші сатысы. Зымыранның жылдамдығы ол секундына бірнеше мың километрге жету үшін арнайы қозғалтқыштар қолдану керек, және зымыранымыз арнайы жолмен құрастырылуы керек екен. Ракета жылдамдығын арттыратын қозғалтқыштар серпу әсерінен қолданылады.
зымыранның жоғары жылдамдыққа жетуіне мүмкіндік беретін тағы бір себепте оның бірнеше сегменттен тұратыны жатады екен. Яғни балалар, мына сатымыз толығымен жанып біткеннен кейін бұл не істейді? Жанып кетеді екен деп тұспалды. Содан кейін екінші сатынға, үшінші сатыға өстіп ауысып кете береді екен. Бұл зымыранның құрылыс схемасы. Енді балалар осы білім ленд ресурстарын тапсырмаларын орындай осыған байланысты. Қозғалтқыштың негізгі бөлігі іштен жану камерасы. Бұл жерде резервуарлардағы, мысалы, жанармай мен сұйық оттек араласады да жанады. Осы үрдістің нәтижесінде секундына бірнеше мың метр жылдамдықпен үрленетін шүмек арқылы түтіндік газдар шығарылады. Зымыранның тарту күші 1 секундта жанатын газдарға және газ массасына байланысты болады. Қазіргі кездегі зымырандарда 1 секундта жанатын газдардың массасы 100 килограммға тең. Енді балалар, осыған байланысты біз білім ленд ресурстың жаттығуларын орындайық. Мына зымыран бөлшектер олардың сәйкес сипатталмаларын сәйкестіріңдер дейді. Қараңдар балалар, жаңа мынаны не деп айттық? Іштен жану камерасы. Екінші, мынаны не деп айттық? Шүмек, дұрыс айтасыңдар, шүмек. Және мынау жанармай бағы. Сонда балалар, зымыран бөлшектері, яғни іштен жану камерасынан, шүмектен және жанармай багынан тұрады екен, я? Келесі. Енді балалар, мына суретте көрсетілген зымыран бөліктерін атаңдар дейді. Мысалы, мына не деп ойлайсыңдар? Және мынаны не деп ойлайсыңдар? Шүмек, дұрыс айтасыңдар. Яғни, мынау іштен жану камерасының схемасы, мынау шүмектің схемасы екен балалар. Жарайсыңдар, тамаша. Балалар, енді осы ғарыш туралы айтып өтейік. Қысқаша 1961 жылы 12 сәуірде Байқоңыр ғарыш айлағының Восток көп сатылы зымыран тұңғыш рет орбитаға жіберіліп, сендер өздеріңе белгілі ғарышкер Юрий Гагарин ғарыш кемесімен жер айналасында бір айналым жасайды екен, я балалар? Осыдан ғарыш кемелер станциялар жетілдіріп, ғарыштық зондтар, луноходтар жасалынды. Жердің жасанды серіктері телехабар тарату, ұялы байланыстар жүзеге асыру мақсатында пайдаланды. Енді ғарышқа сапар шегіп ғылыми зерттеу жүргізді. Осы ғылыми зерттеуге біздің қазақстандық ғарышкеріміздің үлесі зор. Олар кімдер? Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев және Айдын Айымбетов кісілер болған. Осылардың да үлесі зор болған екен. Енді балалар, біз 21-ші жаттығуды есептеп көрсетейік. Бірінші өздері кітаптарын ашыңдар. Бәріміз жазайық бірге. Берілгені массасы 200 грамм. 0,2 болады, я? Килограмм айналдырса. Так, балалар, есептің берілгенде айтып жатыр, бізге не дейді? Максимал көтерілу биіктігі дейді. Сол кезде максимал көтерілу биіктігінің формуласы v квадрат бөлінген 2g. Бұл жерде біз v-ны табу үшін v квадрат болғандықтан түбірасын ашайғы 2gh болады. Енді импульстың сақталу заңы бойынша формуланы жазайық. V2. Сонда V2-ні тауып шықса M1 V1 бөлінген M2. V-ның орнына формуланы қойып шығайық балалар. M1 V-ның орнына не кетті? Түбір астында 2gh. Килограмм көбейтілген. Түбір астында 2 көбейту 10 метр секунд квадрат көбейтеміз. Неге? H қаншаға тең? 12,18 тең, метрге. Бөлінген 0,5 килограмм. Так. 0,2 килограмм. Так. 2,18-ге көбейтіп, түбір астынан алып шықсақ, 16 шығар балалар. 16 метр секунд. Бөлеміз 0,5-ге. Так. Сол
0,216 метр секунд шығады екен. Сонда балалар іске қосылған кезде зымыранның циклосына газдың ағу жылдамдығы 0,14 метр секундқа тең екен. Түсінікті ғой, иә балалар?